Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Қызылорда облысы Арал қаласы Арал индустриалды-техникалық колледж. Балық өндірісі пәнінен бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы балық қанаттары. Оқытушы Нұрмағамбетова Гүлбану. Сабағымыздың мақсаты балық қанаттарымен және оның жіктелуімен таныстыру. Жүзу қанаттары балықтар құрылысының ерекшелігі болып табылады. Қанаттарының көлемі, пішіні, саны, бекіген жері және қызметтері әртүрлі. Бұлар дене тепе-теңдігін сақтайды, балықтың қозғалуына және жүзуін тежеуге қатысады. Балық қанаттарының бірнеше түрі бар. Олар арқа жүзбе қанаттары, құйрық жүзбе қанаттары, аналь жүзбе қанаттары, құрсақ жүзбе қанаттары және көкірек жүзбе қанаттары. Балық қанаттары жұп, жоғарғы сатыдағы омыртқалы жануарлардың аяқтарына сәйкес және тақ деп ажыратылады. Жұп жүзбе қанаттарына құрсақ және кеуде жүзбе қанаттарын жатқызамыз. Ал тақ жүзбе қанаттарына арқа, аналь және құйрық жүзбе қанаттарын жатқызамыз. Балықтарда арқа қанаттары бірнеше болуы мүмкін. Майшабақ тәрізділер мен тұқы тәрізділерде біреу, көптеген алабұға тәрізділер мен басқын балықтарда екеу, ал кейбір трескаларда үшеу. Бұлардың бекіген жері әрқалай. Торғылдайтын балықтарда денесінің артқы бөлігінде, майшабақ тәрізділер мен тұқы тәрізділерде денесінің ортасында, денесінің алдыңғы шомбал болатындардың бірінші арқа қанаты басына жақын бекіген. Желкенділерде әрі биік, әрі ұзын. Камбалаларда өте ұзын және аналь қанатымен бірге негізгі қозғалу органы. Скумбрия, тунецтер, сайраларда арқа және аналь қанаттарынан кейін майда қанатшалар орналасқан. Теңіз шайтанының арқа қанатының бірінші талшығы алдауыштың қызметін атқаратын ерекше қармаққа айналған. Тұңғиықтың қармақшасында осы қармақта жарқырауық орган болады. Жабысқақ балықтардың бірінші арқа қанаты жоқ, ал су түбіне жақын тіршілік ететін аз қозғалатын түрлерде нашар дамыған немесе жоқ. Қанаттардың қызметіне тоқталып кететін болсақ, құйрық жүзбе қанаты қозғалу күшін тудырады. Олардың бұрылу мүмкіндігін қамтамасыз етеді, яғни бағдарлама рөлін атқарады. Мысалы, табан құйрығын бір игенде денесін 90 градусқа бұрады. Арқа және аналь қанаттарының қызметіне келетін болсақ, олар денесін өз-өзінен айналуына кедергі болады да денесінің қалыпты жағдайын сақтауға көмектеседі. Жылдам жүзген уақытта жұп қанаттары денесіне жабысады, ал тунецтер мен пирамидаларда айрықша ойықтарға жиырылады. Жүзу барысында денесі қозғалмайтын балықтарда жүзу кейбір қанаттарының толқын сияқты қозғалысымен жүзеге асады. Алеев қанаттардың 4 функционалдық зоналарын бөледі. Бірінші зона – алдыңғы бағдарлауыштар және балықты көтеретін жазықтық. Бұған жататындары кеуде және құрсақ. Екінші зона – киль зонасы. Бұған жататындары ауырлық орталығының алдында орналасқан арқа қанаты. Құрсақ қанаттары, егер олар ауырлық орталығының алдында орналасса. Егер арқа қанаты бір болса, онда оның алдыңғы бөлігі, ал бірнеше болса, біріншісі жатады. Үшінші зона – стабилизатордың рөлі. Оның ауырлық орталығынан кейін орналасқан арқа қанаты мен аналь қанаттарының алдыңғы бөлігі және бар болса, май қанаты атқарады. Мысалы, трескаларда бұл зонаға екінші арқа қанаты мен бірінші аналь қанаты, ал албырттарда май және аналь қанаты жатады. Төртінші зонаға артқы бағдарламалар мен қозғалыс органдар. Бұл зонаға құйрық қанаты мен көпшілік балықтардың арқа және аналь қанаттарының артқы бөлігі жатады. Трескаларда бұл зона үшінші арқа қанаты мен екінші аналь қанаттары жатады. Бұл зонаға кейбір балықтарда болатын арқа және аналь қанаттарынан кейінгі майда қанатшалар жатады. Енді сабағымыз бойынша тапсырма беріп кетсек, бірінші, балық қанаттарының қызметі қандай? Екінші, балық қанаттарының жіктелуі. Бұл екі сұраққа біз жоғарыдағы мәліметтерде тоқталып кеткен болатынбыз. Және де үшінші тапсырма. Көріп тұрғандарыңыздай сіздерге
жүзбе қанат қалай аталады және оның таңбасын белгілеңіз деген тапсырма берілген. Енді біздің жаңа өткен тақырыбымыз бойынша мына жерде балық берілген. Балықтың қанаттарын басқан кезде бізге мына жерде барлық қанаттардың аты жазылып тұрады. Енді бұл жерден біз дұрыс жауапты белгілеуіміз қажет болады. Мысалы, мына жерде арқа жүзбе қанатын белгілейміз. Барлығын белгілеп болғаннан кейін мына жерде тексеруге жібереміз. Осы 3 тапсырма бойынша сіздер үй тапсырмасын орындайтын боласыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.